Баршаңызға сәлем достар. Қал жағдайларыңыз қалай? Бізде шүкір ақырындап бәрі жақсы. Кішкене ауызашар өткізейін деп дайындық үстіндемін. 2 күн дайындалдым. Бірінші күні хурс пісіріп дайындап қояйын деп қамырын илтеп жатырмын. 2 жұмыртқаға. Бір күн бұрын дайындап қоймасам үлгермеймін. Үйлеп ию қанғанша жауып қойдым. Енді еттің қамырын илеп қоямын тоже. 2 жұмыртқаға тұзын салып 4 жола шығатындай қамыр иледім. Алдыңғы видеомды көрсеңіздер, ет алған болатынмын. Сол ет бар кезде кішкене ауызашар өткізейік деп соны дайындалып жатырмын. Бар білгенімді пісірейін деп 2 күн бойы бар білгенімді пісірдім. Жаман болған жоқ, бәрі әдемі шықты. Илеп ию қанғанша қойып қоям. Қызым қосылып қамыр илейді менімен бірге. Оның арасында мына гүлдерім бір күн бұрын бауыр жасаған болатын, соны алып қалдым, күріштің суын. Білсеңіздер, бет жуып жатады, шаш жуып жатады. Өте пайдалы күріштің суы. Жай төгіп тастамаймын, гүлдеріме құйып қояйын деп. Алдыңғы видеомда тоже көрсеңіздер, гүлдерді пересадка жасаған, содан бері суғарылмаған еді. Күріштің суымен жақсылап суын қандырып суғарып алдым. Оның қалғанын еще төгіп тастамай, қалған гүлдеріме құям. Расход жоқ, былай айтқанда. Сол гүлдерім әдемі болып өсіп жатыр, шүкір. Керемет болып көтеріліп қалды. 20 минуттай тұрады осы суда. Онда қамырым иіп қанды. Жақсылап қанды иіп. Гүл суғарып кеттім, одан қызым сиіп қойды, анау сонымен ары-бері жүріп қалдым. Жайып мынандай кесіп алдым. Майым қызып тұр. Мындай табақ. Жақта Шымкент жақта бәрі осындай табақты қолданады. Жұп-жұқа. Майың тез қызады, әдемі болып. Тез пісіріп алғайсың. Пісіріп алдым. Сосын сгущенкасын салып құйып қоям. Мейіз қоссам да болар еді, мейізім кішкене аз болып тұрды, соны қоспадым. Ертең ыдысқа салып, сосын бетіне сахарный пудра себем. Соны әдемі болады. Хурсым дайын. Енді қамыр жаям. Қазір морозильник деген жақсы болды ғой. Уақытың болса, алдын ала жайып салып қоясың. Қатып әдемі болып тұрады. Қамырды екеулеп жаям. Осылай кішкене уақытын үнемдейді, тезірек болады. Тез осылай жайып аламын. Бір кафеде істеген болса, кафеден үйренгенбіз, осылай екеулеп жайып тез. Жайып қойдым, қыздар. Қамырды қысқа кесеміз.
жақта айтады, Шымкент жақта қамырды қысқа кессең келіннің тілі қысқа болады деп. Сол себептен осылай қысқа кесем. Осы күйінше осылай тақтайға қойып саламын да морозилькаға салып тастаймын. Ертең қамыр салатын алдын шығарам да. Бұрын арасына әрқайсысын бөлек қылып салафан салып салатынмын. Оказывается, осылай салса да болады екен. Осылай салып морозилькаға салып тастаймын. Сосын сәбіз салатымды да бір күн бұрын дайындап қойдым. Қант салып, тұз салып, кішкене араластырдым да, бетінен чеснок, қара бұрыш, қызыл бұрыш, острый, кориандр, хмелі сунели салдым. Майын жақсылап қыздырып, үстінен құйдым. Ароматы әдемі болады. Сосын огурцы қосып, сосын көк пияз қостым. Үстіне соевый соус. Бәрін араластырып, соңынан уксус қосам. Уксус қосқаны түспей қалыпты. Кәдімгі 70% уксус, чайный ложканы қатты толтырмай салып араластырып холодильникке салып қойдым. Ал енді бұл уже екінші күнім. Тағы да қайырлы күн баршаңызға. Медовый торт пісірем. Балға бір чайный ложкамен сода қосып, карамельный цвет болғанша араластырып, астына қыран қойып қайнатып алам. Сары май қосып, сары май ерігенше астынан тастап өшіріп қойдым. Енді тестасын дайындаймын. 4 жұмыртқаға кішкене тұз салып араластырып миксерменен 1 стакан қант қосам. Қантты шетінен қосып отырып араластырам, пышный болсын. Сосын балымды қосам, бәрін миксерменен араластырып, соңынан ұн қосам. Разрыхлитель қоспайым, сода қосылды. 1,5 стакан ұн еліктен өткізіп, лопаткамен араластырып, біркелкі болғанша листке құям. Листке ойлағам, 2 бөліп пісіріп алам ба деп. Үстін бәрі сияды екен. Бәрін салып, бірақ пісіріп алдым. Біркелкі әдем болып түсті. Плита, электрический плита. Міне қызарып әдем болады. 12 минут деген, 4 минут қалды. Көреміз қазір, беті қызарып отыр уже. Қыздар, әдемі тесто дайын болды. Тестом суып дайын болды. Енді осыны 3-ке бөліп, не арасы әдем болып пісті, көтеріліп жұмсақ болып. Арасына крем жағып, заварной крем пісірген бір күн бұрын тоже. Сол заварной кремді жақтым. Шет-шетінен үгітіп себе салдым. Тортым әдемі болып, нежный, жұмсақ болып. Одан кейін қазір песочный тестодан начинкасы творог қосып пирог пісірем. Ол пирогым аса жақсы болмай қалды. Разрыхлитель қосуды ұмытып кетіппін. Бірақ пісті нормально, бірақ кішкене қаттылау болып қалды. Міне тортым дайын. Песочный пирогым міне
артылау болып қалды. Мына чебурек пісірдім, шелпек пісірдім. Капустадан салат істедім. Горох қостым, көкпияз қостым. Зелень болмады. Көкпияз ғана бар екен, соны қоса салдым. Сметана мен горчица, бұрыш қосып, тұз қосып, әдем салат болды. Міне дастарханым толсын деп бар білгенімді пісірдім. Дастарханы толды. Ал достар, дастарханымды жасап болдым. Қонақтарымның алды келіп жатыр. Етім пісіп дайын тұр. Шүкір әйтеуір бәрін үлгердім. Рахмет баршаңызға менімен бірге болғандарыңыз үшін. Менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Ұнап жатса лайк басыңыздар. Мына ұстаған оразаларыңыз қабыл болып, ниеттеріңіз қабыл болсын. Баршаларыңызға алғыс, мың алғыс. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Келесі жылы енді шоппер сумка тігеміз. Бірге болыңыздар, сау болыңыздар.